Сәлем достар, бүгін сіздерге акцияны неліктен сатып алу керек және кімдерге сатып алу керек және Бода Шефердің кітабынан алынған бір-екі кеңес ұсынғым келіп отыр. Жалпы акция деген не? Өздеріңіз естіп біліп іздеп жүрген шығарсыздар. Акция деген ол белгілі бір компанияның белгілі бір бөлігін сатып алу деген білдіреді. Және сіз акцияны сатып алу арқылы инвестор бола аласыз. Инвестор деген ол ақшаны бір жерге салу арқылы одан кіріс алып отыру. Мысалға, акцияны негізгі неліктен сатып алу керек деген сұраққа көшейін. Акцияны негізгі сатып алу керек мақсаты бұл сізде өмір бойы жұмыс істей алмайсыз ғой. Мысалға, Құдай сақтасын, бір денсаулығыңыз келмей қалуы мүмкін. Мысалы, ауыр жұмыс істейтін адамдар енді қатты ұзақ уақытқа дейін шыдау қиын да, қара жұмыспен айналысу. Әрине, сондықтан сіз өмір бойы жұмыс істемеу үшін акция сатып алу арқылы сіз кейінгі уақытта жұмыс істемей өзіңізді асырай алуыңызға мүмкіндік береді. Негізгі ең бірінші сатып алу керек мақсат осында. Мысалға, сіз ал акцияны сатып алар кезде сіз мысалға бүгін сатып алып ертең сатып жіберем деген ол өте қате шешім, өйткені сіз ол арқылы ұзаққа барып байып кете алмайсыз да. Және мысалға, акцияны сіз сатып алдыңыз ба, ай сайын сатып алып, мысалға сатып алып отырып, сіз ол ақшаға тиіспеуіңіз керек, акцияны тиіспеуіңіз керек та. Мысалға, инвесторлардың кеңесі бойынша әлемдік сіз акцияны сатып аласыз және ұзақ уақытқа қойып қоясыз оны. Ол ұзақ уақыттан кейін сізге 2 еселенеді, 3 еселенеді ақшаңыз. Және сізге қосымша дивиденд төленіп отырады. Сол арқылы сіздің ақшаңыз сізге жұмыс істейді да. Сіз өмір бойы жұмыс істемейсіз. Кейін сізге, яғни сол жиналған ақша сізге жұмыс істеп отырады. Сол арқылы өзіңізді асырай аласыз. Сондықтан сіз акцияға ақша салдыңыз ба? Салғаннан кейін оны ұмытуыңыз керек та. Мысалға, сіз ол жоқ деп елестетуіңіз керек. Оны жұмсамауыңыз керек. Яғни бұл сізге кейін қаржылай еркіндікке шығуға мүмкіндік береді ол. Сондықтан сіз оған тиіспеуіңіз керек. Акцияның бірінші мақсаты осындай. Ал акцияны кімдерге сатып алу керек дегенге, мысалы, кеше маған комментарийға бір сұрақ келді. Кредитім бар, осы акциямен айналыссам болады ма деген сияқты. Акциямен айналыссаңыз болады, бірақ сіз кредитіңіз бар болса, бірден кредитті төлеп тастауға ұмтылмауыңыз керек. Бұл Бода Шефердің кітабынан алынған. Яғни сіз акцияға, мысалға, кредитіңізді, мысалы, ай сайын төледіңіз, содан біраз болсын, аз болсын, осы неге салып отыруыңыз керек та, акцияға салып отыруыңыз керек. Бұл сізге шабыт береді да. Мысалға, мысалға, жинаған ақшаңыз болса, өзіңізді сенім сезініп, бір көңіл күйіңіздер жақсы, бір солай сезінесіз ғой өзіңізді. Сол себепті кредиті бар кісілерге айтарым, кредитті бірден төлеп тастауға ұмтылмаңыз. Оны әр ұзақ уақытқа дейін ұзартуға болса, соны аз ақшадан төлейтіндей қылып келісуге болады банктерден. Сол арқылы аз ақшаны кредитіңіз жабасыз, ал біразын жинап отырған дұрыс та. Өйткені ақшаны шақырады ғой, бұл шынымен де. Бұл ақша, яғни сізде өзіңізде сенімділік болады. Мысалы, ертең бір жағдай болып қалса, аш қалмайым деген. Және өзіңіздің ақшаңыз болса, өзіңізде біраз сенімді болып, өзіңізді жемейсіз да, былайша айтқанда. Және кітапта айтылады, қарыз алар алдында, яғни кредиттің 2 түрі болады дейді. Ақымақтық кредит және ақылды кредит болып бөлінеді. Бұл Бода Шефердің кітабынан алынған. Ақылды кредит, яғни сіздің кірісіңізді арттыру үшін алынған кредит, бұл сізде ақылды кредит болып саналады. Ал яғни бизнес ашам деп кредитті ала салған дұрыс емес. Ол бизнес әбден зерттеп, ашатын орныңызды зерттеп, жалпы өтуге мүмкіндігі
жоғарырақ деген кезде, яғни әбден зерттеп түбіне жетіп алғаннан кейін барып алған дұрыс. Өйткені сіз ақымақтықпен яғни ешқандай зерттеусіз, ешқандай дайындықсыз бастап кетсеңіз, онда сіз әрине ақшаңызды жоғалтасыз. Сол себепті әбден шегіне жетіп алғаннан кейін барып кредит алып, артынан сол бизнесіңіз арқылы жабуыңызға болады. Ал ақымақтық кредит, ол бізде әрине күнделікті қызығушылықпен алынған заттар, телефон, машина деген сияқты, өздеріңіз білесіздер ғой. Бұл бізде ақымақтық кредитқа жататын. Яғни әрине біз бір нәрсені алғымыз келіп тұрады да, алмасақ өзімізге бір ауыр тиеді да, шынымен. Алғымыз келіп тұрған нәрсені ала алмасақ біртүрлі сезінеміз өзімізді. Ал алып алғаннан кейінгі ақша жетіспеушілік, ол былай қарап тұрсаңыз одан да ауыр ғой. Алып алдыңыз, қымбат затты алып алдыңыз, оны төлеу кезде сіз әрине қиналасыз, ақшаңызды бергіңіз келмейді. Ал сол затты алмаған кездегі қиын, яғни ауырлықпен ақшаны төлей алмаған ауырлық екеуі екі бөлек, былайша айтқанда. Ақша жетіспей, соны төлей алмай өзіңізге ауыртпашылық түсіргеннен, ол затты алмай ауыртпашылық түсірген дұрыс та. Ал соны алмай, сіз сол ақшаны жинаған болсаңыз, онда сіз өзіңізді былайша айтқанда болашаққа дайындайсыз деп айта аламын. Яғни бағанада айтып өттім ғой, ақша жиналған сайын өзіңіз сенімдірек, және ақшаңызда көбейе береді, және өзіңізде өмірге деген құлшынысыңыз артып, одан әрі көп ақша табуға ұмтыласыз, шынымен. Солай. Және кредиті бар кісілерге Бода Шефердің ұсынған несі, ережесі, былайынша амалы. Мысалға, сіздің өмір сүруіңізге, мысалға, мен өзіміздің теңгемен айтсам, мысалға, сіз 200 мың теңге, жоқ 200 мың емес, 100 мың теңге табасыз дедік айына. 100 мың теңгенің сіздің 50 мың, жоқ 70 мың теңгесі өмір сүруге кетеді. Квартираға, азық түлікке, машинаға, бензинге деген сияқты кетеді да, мысалға. 70 мың, 80 мың кетеді, 80 мың кетеді. Қалған 20 мың теңгесі қалады да. 20 мың теңгесін сіз, мысалы, қарызыңыз бар болса, сол 20 мың теңгенің тек 50% ғана кредитқа төлеуіңіз керек дейді да. Мысалға, сіз 80 мың теңгені өмір сүруге жұмсадыңыз, 20 мың теңгенің 50% 10 мың теңге. Сіз 10 мың теңгені кредитқа төлеуіңіз керек, 10 мың теңгені жинауыңыз керек дейді да. Неге олай? Ол жинау арқылы сіз өзіңіздің қаржылай қауіпсіздігіңізді қалыптастырасыз. Ал енді 20 мың теңгені бірден төлеп тастағаннан өзіңізде біраз ақша болған, сізде нөлден жақсы ғой. Аз болса да 10 мың теңге болсын, ай сайын жинап тұрсаңыз, бір жылда ол 120 мың болады да. Нөлден жақсы да, сізде нөлден жақсы 120 мың теңгеңіз бар жинаған. Солай сынады. Яғни бөлек тапқан ақшаңыздың қолданысынан бөлек 50%-ін кредитқа, 50%-ін жинауыңыз керек дейді. Яғни сіздерге айтарым, 50%-ін мысалы ай сайын акцияға салып отырсаңыз, онда сіздің ақшаңыз өсе береді, сөйтіп жүріп ақыры кредиттен де құтыласыз. Неден де ақшаңыз да жинала береді, сол арқылы сіз ақыры ұзақ уақыт ішінде, енді аз ақша жинаған сайын ұзақ уақыт керек, ал көп ақша жинасаңыз, әрине аз уақыт ішінде сізге қаржылай еркіндікке шығуға мүмкіндігіңіз бар. Солай. Жалпы кредит, сол кешегі маған комментарийға келген сұрақтан кейін осы видеоны түсіргім келіп отыр. Солай, мен кітапта солай айтылады. 50-50 деген ереже ғой. Яғни 50%-ін жинаңыз, 50%-ін кредитқа төлеңіз. Бұл бөлек, яғни өмір сүруден бөлек ақшаңызды, өмір сүруден артылған ақшаңызды. Солай. Жалпы айтқым келген осы, яғни кімдерге сатып алу керек және неліктен сатып алу керек. Түсінген болсаңыздар, яғни өмір бойы жұмыс істемеу үшін басты себеп болса, ал кімдерге сатып алу керек, яғни бәрімізге сатып алу беруге болады. Тек кредиті бар кісілерге айтарым, сол жаңағы ережені ұстансаңыздар.
және ол бірден төлеп тастауға ұмтылмаңыздар, оны керісінше ұзақ уақытқа болсын, әйтеуір ұзақ уақыт болсын бөліп аз ақшадан төлеуге ұсынады бодешефер. Сол жалпы айтарым. Одан тағы да есіме түсіп отыр, сол кітапта айтылады, мысалға бұрын Вавилонды білесіздер ғой, ежелгі Вавилон. Ол жерде бұрынғы кезде енді Вавилон ең бай қала болып саналды да. Ол жердегі мысалға бұрынғы кезде кредит алу үшін, мысалы кредит деп айта берейін, ол кезде қарыз деп айтылады ғой, кредит дегенде. Сол пайызбен ақша төлейді ғой енді. Сол кредит төлей алмаса, ол адамды құл қылып алып кетеді екен да. Яғни ақша алады, оны қайтара алмаса, оны құлға сатып жібереді екен. Ондай заң бойынша солай екен да. Қазір бізде енді ондай жоқ, бірақ біз сол кредиттің өзінің құлы болып жүрміз да, шыны керек. Яғни кредит төлей алмай солай құлы болып кеттік та кредиттің бәрін. Сондықтан жалпы бодешефердің ұсынысы, яғни ақымақтық кредитті алмауға, мүлдем алмауға кеңес береді. Бұл сіздің, және айтып өттім ғой, затты ала алмағандағы ауыртпашылықпен қарыз, яғни сол затты алғандағы алынған қарызды төлей алмағандағы ауыртпашылық екеуі бөлек деп. Сондықтан мүлдем кредит алмауға тырысуыңыз керек. Ал уже алып қойған болсаңыз, сондағы жаңағы бағана айтып өткен нені ережені ұстансаңыз деп кеңес берем. Сондықтан ақымақтық кредитке бармауға тырысыңыздар. Солай сіз ақшаны жинау арқылы, осылай акцияға салу арқылы сіз өзіңіздің неңізді, қаржылай жүйеңізді реттеп, болашақтағы өміріңізге үлкен жарқын түрде жол ашасыз деп айта аламын. Ал және тағы бір әңгіме есіме түсіп отыр. Сол кітапта бір Шульдернберг деген кісі 175.000 евро қарыз бар екен да. Ол кісі неліктен оны қайтара ала ма, қайтара алмай ма деген сұрақ болады да бізде. Мысалы 175.000 евро қарызы бар. Ал мысалға ол кісі қарызын қайтару үшін бодешефердің ұсынысы бойынша ол өзінде 5.000 евро несі болу керек дейді да, өзінің қолма-қол, қолында ақшасы бар, ешкім білмейтін, өзінде бар. Ол сол 5.000 евросы болса, ол қарызды қайтара алады дейді. Ал қолында ештеңе жоқ болса, ол қайтара алмайды дейді. Неліктен? Өйткені қолында ақшасы болса, адам қалай өзін біраз 5.000 евромен ол жарты жыл болсын, бір жыл болсын өмір сүре алады да. Өмір сүруге, яғни уайымдамайды. Ал мүлдем ақшасы жоқ, ол не өмір сүруге ақша жеткізе алмайды, не қарызын төлеуге ақша жеткізе алмайды да. Содан бәрі жан-жақтан жеп өзінің энергиясының 80%-ын неге жұмсайды? Сол өзін жеумен, қарызды қалай нетем деген сияқты, өзінің ойын сонымен жеумен энергиясының 80%-ын соған жұмсайды екен да. Ал яғни өмір сүруге қалай ақша жеткізем, бәрін соған жұмсайды да. Ал оның қолында жинаған 5.000 евросы болғанда дейді, ол жәнегі 80% энергиясын сөйтіп өзін жеуге жұмсамай, керісінше барлық ойын, яғни қарызды қайтаруға энергиясын жұмсай алады дейді да. Яғни өзінің қолында 5.000 евросы бол, бір жыл өмір сүруге жетеді. Яғни бір жыл өмір сүруге жетеді 5.000 евросы. Яғни ол уайымдамайды, аш қалам деп. Яғни бүкіл жағдайы бар. Сол өзінің жағдайы бар болғандықтан қарызды төлей алуға бар күшін жұмсайды да. Түсінген болсаңыздар. Солай. Содан тағы не айтсам болады. Солай жаңағы айтқан әңгімемде де түсінсеңіздер, қанша жерден не болса, қарызыңыз болса да ақшаны жинауды үйреніңіз. Ал жалпы сол кітапта айтылады, сіздің 25.000, яғни бір жылға жететін
оларда енді 25 мың евро деп көрсетілген кітапта. Енді 25 мың евро деген 10 миллион теңге. Бізге енді 10 миллион теңге қазіргі жағдайымызда бізге көп болып көрінетін шығар, бірақ оларға жалпы орташа деңгей болып көрінеді. Ол бір жылдық, мысалға, сіз бір жыл есептеуіңіз керек. Мысалы, айына қанша теңгемен өмір сүре аласыз? Айына сіз жәнегі 80 мың теңге деп айттым ғой. Сіз есептеуіңіз керек. 80 мың теңге сіз 12-ге көйтесіз. 12-ге 960 мыңда. 960 мың екен. Сіз 960 мыңды бір жылда өмір сүруге жетеді. Сіз қолыңызда, яғни өзіңіздің шотыңызда, немесе қолма-қол, негізінде қолма-қол бол деп айтылады, бірақ қолма-қол болғанда сіз сол 960 мыңды банкке салып қоя аласыз да. Банкке салып қоя аласыз. Мысалға 12%-бен, бір жылдық 12%-бен салдыңыз деп есептейік. Оны қалай есептейік? 960 мыңды 12-ге көйтеміз. Оны 100-ге бөлсек, сізге жылына 115 мың өсіп отырады екен. 960 мың. Оны 12-ге бөлсек, айына 9600-дан өсіп отырады екен. Соны айтады. Сол бір жыл сайын, бір жылдық неңізді, өмір сүру ақшаңызды сіз қолма-қол жинап қоюыңыз керек дейді. Ол сіздің, мысалға, Құдай сақтасын, жұмыс істей алмауыңызға бір жыл бойы ештеңе істемей ақ өмір сүруіңізге мүмкіндік береді. Мысалы, асырай аласыз өзіңізді бір жыл бойы. Сондай ақша сіздің қолыңызда болу керек. Яғни қолжетімді болу керек. Қай жерде болса да, әйтеуір кез келген уақытта ала алатындай қолжетімді жерде болу керек, сақталу керек деп айтылады. Яғни бұл сізде, мысалға, ауырып қалсаңыз, жұмыстан шығарып жіберсе, сондай жағдай болса, сіз сол 960 мыңмен бір жыл үстінде жұмыс таба аласыз, уайымдамайды. Ақша табу керек деп өзіңіз жемейсіз да. Сол ақшамен өмір сүріп, бір жыл ішінде сіз асықпай жұмысыңызды тауып, жағдайыңыз, денсаулығыңызды реттей аласыз. Ал ол ақшаны, мысалға, сіз көбейтуіңізге де болады. 2 жылдықын, 5 жылдықын, 10 жылдықын қамтамасыз етіп алсаңыз, онда сіз болды. Онда сіз қаржылы еркін адам боласыз да. Ол көп ақша болған сайын сізге, мен алдыңғы видеолар айттым ғой, тауық, алтын жұмыртқа алып келетін тауық туралы. Яғни сол арқылы сіз ақшаны жинау арқылы сіз уже сол жұмыс істемей-ақ солай өзіңізді қаржылы еркіндікке шығара аласыз. Сол жалпы бүкіл әңгіменің 90 сөздің тобықтай түйіні дейді ғой. Ақша жинап үйрену керек. Қанша жерден қарыз болсаңыз да, аз да болсын ақшаны жинай беру керек. Оған тиіспеу керек. Ол сіздің тауығыңыз. Сондықтан сол бүгінгі айтар кеңесім, кітаптан алған, оқыған кеңестерім осындай. Ал менің акциядағы салған ақшамның, яғни өзгерістерін көрсете кетейін. Бағанамен қарап отырсыздар ғой. Жалпы 94.054 теңге менде. 13 мың пайда Халық банк өсіп жатыр, өйткені неліктен өсіп жатыр? Өйткені Халық банктың сатып алушылар, сатып жіберушілерден көп болса, маған прибыль, яғни кіріс кіреді. Сол сияқты міне Кегок, Альминста жатыр, Банк оф Америка почти 6 мың теңге. 6 мың теңге пайда алып келіп тұр. Сбербанк 1125, Apple түсіп кетті. Apple, бұл неге түсіп кетті? Яғни сатып жіберушілер, сатып алушылардың санынан, яғни акцияны көп болғандықтан акцияның құны түсіп кетті. Сондықтан аз. Форд менде 6 мың теңгеге дейін пайда алып келіп тұр. Жалпы менің шотымдағы осындай. Ал мендегі 1121 менде дивиденд, төленген дивиденд болып саналады. Тағы да негізгі осы айтарым. Жалпы түсінген болсаңыздар, комментарияға жазып кетіңіздер, ойларыңызбен бөлісіңіздер, лайк басыңыздар видеоға, каналға жазылыңыздар, қолдау білдіріп, сол алдағы уақытта осы қаржылай сауаттымызды ашып, менде енді шыны керек, бұрын өзімде ондай нелермен ақымақтық кредит дейді ғой, сондай мен
кездестім. Осылай аз уақыт ішінде өзімнің кітап оқу арқылы, яғни Қаржы Бодашевтердің кітабын оқу арқылы өзіме көп нелер алдым, кеңестер. Сол менің ойымды өзгертіп, алдағы болашаққа деген мақсатымды айқындап, сондай бір өзіме шабыт аламын кітап оқыған сайын. Ал мен ештеңе істегім келмесе, мысалы жалқаусынып жатамыз ғой бәріміз де. Ештеңе істегім келмесе, мен басында кітап оқуды мүлдем ұнатпайтынмын да. Одан кейін кітап оқып бастадым. Ол қызық қой енді. Кітап оқып бастағаннан кейін сізге қызық бола бастайды да. Қызық бола бастаған соң уже андай не болып қалады, бір мен бос, мысалы ештеңе істегім келмесе кітап оқимын. Кітап оқысам мен шабытым ашылып кетеді де, бірдеңе істеуге шабытым ашып жүреді маған кітап. Сол мен сондай амал қолданамын, ештеңе істегім келмесе кітап оқимын. Ал кітаптан алған энергия маған бірдеңе істеуге итермелейді да. Солай, сол мен шын айтайын, осыдан бір жыл бұрын мен мүлдем қаржы туралы мүлдем ойламаған, ақшаны шашып ешқандай жинау дегенді білмейтінмін да. Осы карантин кезінен бастап біраз өзіме келіп кітап оқып ақшаны жинауды үйрене бастадым. Сондықтан каналға қолдау білдіріп қойыңыздар. Алдағы уақытта қаржылай сауаттылықты ашуға көптеген кітаптан алынған кеңестерді ұсынатын боламын. Бүгінше осы.